Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Кел балалар, оқулық каналына қош келдіңіздер. Математика кітабымызды алып, бүгінгі сабақпен танысайық. Бөлімінде біз, яғни күнделікті өмірдегі бізге ең қажетті есептеулерді үйренеміз, және саудаға қатысты есептерді бүгін шығарып үйренетін боламыз. Бүгінгі сабақта сендер саудаға қатысты есептерді шығаруды үйренесіңдер. Сонымен бірге есепті шығаруға қажетті сызбаны таңдауды үйренесіңдер. Ендеше сендерге іске сәтте отырып сабағымызды бастайық. Есепті тап дейді. Мәтінді оқимыз, олардың қайсы есеп болып табылады және неліктен екенін табамыз. Ал ендеше есепті оқимын. Назар салып тыңдаңыздар. А нұсқасы: Қанат жексенбі күні саябаққа демалды. Ол тәтті мақта сатып алуға 40 теңге жұмсады, ал әткеншек тебуге 50 теңге жұмсады. Қанат демалыстан қуанып қайтты. Керемет, балалар, Қанат демалысты сондай көңілді өткізіпті. Сендер қалай ойлайсыңдар? Ал енді екінші нұсқасымен танысайық. Қанат жексенбі күні саябақта демалды. Ол тәтті мақта сатып алуға 40 теңге жұмсады, ал әткеншек тебуге 50 теңге жұмсады. Қанат демалыс күні қанша теңге жұмсады? Яғни есеп бізден сұрап тұр. Қанат демалыста қанша теңге жұмсағанын. Ал қалай ойлайсыңдар? Есептің үлгісі бойынша қай нұсқа есеп болып саналады? Қаны кім жауап береді? Комментарияға жаза кетіңіз. Қай нұсқаны таңдадыңыз сіз есептеп? Жарайсыңдар балалар, сіздерге рахмет. Ал сендердің нұсқаларың дұрыс емессің, келесі көре аласыңдар. Ендеше кеттік. Есептің міндетті түрде несі болады балалар? Шарты болады. Ал шартына назар саламыз. Тәтті мақта 40 теңге, әткеншек тебуге 50 теңге жұмсалды. Ал есептің шартынан кейін несі болады деп ойлайсыңдар? Әрине, есептің сұрағы болады. Есептің сұрағы, егер бізде мәтінде есептің сұрағы болатын болса, онда біз оны есеп деп санаймыз. Себебі ол бізден сұрап тұр. Яғни сенен біреу сұраса, сен оған міндетті түрде жауап бересің, не? Дәл сол сияқты есептің де сұрағы болады, және сол сұраққа шешуі арқылы шешіп, жауабын бере аламыз. Ал ендеше шешуі: 40 теңгеге 50 теңгені қосамыз, қанша теңге болады? Дұрыс айтасыңдар, 90 теңге. Яғни есептің сұрағына жауап беру үшін біз есепті шештік. Енді сұраққа жауап береміз. Жауабы: Қанат демалыста 90 теңге жұмсады. Өте тамаша. Есептің қай нұсқасын таңдадыңдар сонымен сендер? Яғни есептің сұрағы бар ә нұсқасын біз есеп деп таптық. Неге біз а нұсқасын есеп деп таппадық? Қалай ойлайсыңдар? Себебі ол жерде бізде Қанаттың тек қана қалай демалғанын ғана сұрады. Нақты есепте бізге сұрақ қойған жоқ. Яғни Қанат демалысты көңілді өткені туралы ғана жай ғана бізге хабарлап берді. Ал егер есепті болатын болса, міндетті түрде бізден сұрау қажет. Сондықтан да біз екінші нұсқаны есептеп таңдайтын боламыз. Керемет, рахмет балалар. Ал келесі тапсырмаға мұқият болайық. Есепке сәйкес келетін сызбаны таңдаймыз және оны шығарамыз. Яғни сабақтың барысында сіздерге айттық, біз есепті таңдаймыз және есепке таңдай отырып сызба таңдаймыз.
есептің шартына сәйкес сызба сызып үйренген болатынбыз бұдан алдыңғы сабақтарда. Енді есепті мұқият тыңдаймыз. Нұргүл мен Нұрлан ақша жинап жүр. Нұргүл жинаған қоржынға 10 теңге, ал Нұрлан 8 теңге салды. Олардың қоржынында қанша ақша бар? Міне балалар, есепте нақты сұрақ бар. Бізде қоржында қанша ақша бар екенін сұрап тұр. Яғни бұл есеп болып саналады. Менімен келісесіңдер ме? Келсем десеңдер, барлықтарың шапалақ ұрып қойыңдар есеп шығару барысында. Керемет, рахмет балалар. Ал енді есептің сызбасын таңдаймыз. Қане, өте мұқият және зерек болып дайындалып отырыңдар. Мен сызбаларды жеке-жеке көрсете бастаймын. Сендер қай сызба екенін маған астына, комментарияның астына жазып кетуді ұмытпаңдар. Ал кеттік ендеше. Бірінші А сызбасы. Қанша теңге? Бірінші бөлікте теңге белгісіз, екінші бөлікте 8 теңге және бүтін 10 теңге дейді. Келесі сызба. Бірінші бөлік белгісіз және екінші бөлікте белгісіз екен. Бірақ бүтін 10-ға теңдеп тұр. Я, осы екеуінің қайсы есептің сызбасы бола алады? Қалай ойлайсыңдар? Жоқ, сендер әлде екеуіне де келіспей отырған боларсыңдар. Әрине, мүмкін келіскен де боларсыңдар. Қане, кім қалай ойлап отыр екен? Қай сызбаны таңдаймыз? Келіспей жатқан оқушылар бар ма? Апай, жоқ, бұл екеуіне де келісе алмаймын дегендер. Әрине, бар болатын болса, астына жаза кетуді де ұмытпаңдар. Ал сендерге үшінші нұсқаны көрсетіп жіберейін. Ал кеттік. Үшінші нұсқада бірінші бөлік 8 теңге, екінші бөлік 10 теңге және бүтінді табамыз. Бүтін дегеніміз есепте барлығы деген ұғыммен сәйкес келеді. Қане, кім қай нұсқаны таңдады? Я, дұрыс айтасыңдар балалар, бұл жерде Ә нұсқасы есептің берілгеніне сәйкес келеді. Ә нұсқадағы сызба есептің сызбасы болып табылады. Мен сендерді осы нұсқаны таңдаған балалардың бәрін шын жүрегіммен құттықтап қоямын. Керемет балалар, сендер есеп тақырыбына және есептің сызбасын дұрыс табудан ешқандай шатасқан жоқсыңдар. Рахмет сендерге. Ал енді біз екі есеп бойынша білімімізді толықтырып отырдық. Соның қорытындысы ретінде сендер қалай есепті шығарып отырғандарыңды байқау үшін шығарып көр тапсырмасын бердім. Шығарып көр тапсырмасын мұқият зер салып қараймын және сызбаны пайдаланып есептің шартын оқимыз, есепке қатысты сұрақ құрастырамыз және есеп құрастырамыз. Есепті құрастыра отырып шешуін, сұрағын, жауабын жазып жіберуді ұмытпаңдар. Мен сендердің жауаптарыңды міндетті түрде тексеретін боламын. Балалар, бүгін сабаққа өте керемет қатысып отырсыңдар деп есептеймін. Ал балалар, ойланып көрейікші. Бәріміз шамалы осы есепке зер салып мұқият қараймыз. Мен есепті оқып берем. Әлия Әмияннан алдымен 7 теңге, содан кейін тағы 8 теңге алды. Әмияндә қанша ақша қалды? Есептің сұрағына жауап беруге бола ма? Неге? Есепті шығаруға болатындай етіп сұрақты өзгерт. Я балалар, бұл сендерге үйге тапсырма. Міндетті түрде тапсырманы орындайды деп ойлаймын. Мәтінді 3 рет оқып, берілген тапсырмаларға зер салып жауап беріңдер. Балалар, бүгінгі алған білімдеріңді білу үшін мен сендерге жетістік баспалдағын ұсынғалы отырмын. Егер осы жетістік баспалдағының сен қай тұсында тұрсаң, міндетті түрде маған жазып
астына комментарияға жазып жіберіңдер. Мен сендердің түсінгендеріңді, немесе мүлдем түсінбегендеріңді, немесе өте керемет жақсы түсінгендеріңді білгім келеді. Сол үшін сендерден хат күтемін. Бүгінгі сабақтағы жетістіктерің үшін қуаныштымын. Жарайсыңдар балалар, мен сендер үшін өте қуаныштымын. Келесі сабақта кездескенше сау болыңдар.